Ақберен елгезек, болмаған балалық шақ, соңы. Сіз мені анасын сағынбайтын жетім қозы тасбауыр деп ойлап отырсыз. Дәл осы жерде оңбай қателестіңіз. Баласын сағынбайтын ана болғанмен, анасын сағынбайтын бала болмайды. Өйткені пендесінің кеудесіне Тәңір өмірдің ұлы демін анасының жатырында үрлеп тірілтеді. Тіршіліктің ләззаты мен қиыншылығын сіз алғаш рет асыл анаңыздың алтын құрсағында сезе бастайсыз. Сіз дүниеге келесіз. Алғашқы азығыңызды да анаңыздың бойынан татасыз. Құрсақта басталған ана мен баланың байланысы мәңгі үзілмейді. Ол көрінбейтін тылсым жіп секілді. Екеулеріңізді бір адам қылып байлап тастаған. Өкінішке орай тағдыр тәлкегімен сіз анаңызды ұмытуыңыз мүмкін. Бірақ сіздің жаныңыз, қайталап айтам, сіз емес, жаныңыз анаңыздың жанымен үнемі бірге болады. Мен анамнан ажырап Шұбартауға кеткен күннен бастап сол тылсым құдіретті байланысты жан тәніммен, баланың тап-таза тұп-тұнық жүрегімен сезіп үлгергем. Сізде несін жасырайын, түні бойы сол бір ең жақын адамымды сағынып, жастығымды түні бойы жасқа шылап шығатынмын. Сағынышым күннен күнге үдеп, кейін менің бойымнан бір секундқа да ажырамаған ұлы рухани депрессияға алып келді. Мен анамды сүйемін. Бірақ ол маған келмеді. Әдеттегідей қойдан кеш келіп үйге кірдім. Босағада біздің үйдің емес, басқа бөтен әйелдің аяқ киімі тұр. Әдемі топылай, аппақ, шетінде әдемі гүлдің суреті бар. Біреу құлап, біреу тік тұрған қалпы әлі көз алдымнан кетпейді. Тұмсығы үшкір, ортасы жуандау болатын. Сағыныштан сарғайып жүрген санамда мама деген сөз найзағайдай жарқ ете қалып, көз алдыма мейірімді шешемнің бейнесін әкеле қалды. Ентіге үйге кірдім. Маған арқасын беріп, жеңгемен шай ішіп бір әйел адам отыр. Дене пошымы менің шешеме ұқсас, шашы қоңыр, бойы аласа. Шешемді көрмегелі аттай 3 жыл өтті. Сол, келді. Сағынған екен ғой, шешемді жек көре бастаған өзімді кінәлап, мені іздемейтіні несі деп кінәлап жүрген, ай, мен де ақмақпын ғой деп қоям. Түсінікті емес пе деп ойлап тұрмын. Қалаң жібермеген оны. Оның үстіне маған келетін қаражаты да жоқ шығар. Бүгін келді ғой, мен барлық өкпе назымды ұмыттым. Мен оған керекпін. Анам келді мен үшін. Ура, мамам келді деп әлгі шай ішіп отырған кісіні құшақтай кеттім. Бісміллә, ойбай, мынасы кім, жібер ойбай деп шешем басқа біреу деп ойлап қалған болуы керек, менің қолымды қайырып жатыр. Мен осындай күшті, үлкен болып өсіп кеткенімді білмейді ғой, қазір көргенде қуанады деп қуаныштан жұмылған көзімді ашпай еркелеп тұрмын. Ай, Ғалия, мына қайның жынды неме ғой? Акош, жібер ойбай, ұят болады, басынан күн өткенінен саума деп жеңге маған айқай салды. Мен осы кезде ғана көзімді аштым. Жүрегім дір етіп тоқтап қалды. Бірнеше секундқа. Сөйтсем, әлгі әйел менің шешем емес, көрші ауылда тұратын біздің құдағиымыз. Кіретін тесік табылсайшы осындайда. Сүріне қабына сыртқа атып шығып кетіп, біздің қораның артынан басталатын ұлы даланы басыма көтеріп, еңіреп қаша жөнелдім. Қорада жүрген атамның әй шешек атқыр не боп қалды деген сөзі құлағыма жетті. Оған да қарағам жоқ. Адамдардан, мына ауылдан, жеңгемнен, ана сары қарын құдағиымыздан, өмірден, өзімнен бәрінен безіп ақырып жылап келем. Қанша қорлық көрсем де қайтпай қайсарланып тұрушы едім. Бұл менің адам құсап алғашқы шер тарқатып жылаған күнім еді. Мен 16 жастағы ат жалын тартып мінетін жігітпін. Ұялғам жоқ. Өйткені жыламасам жүрегімнен ұят. Қайда барғаным, не істегенім есімде жоқ. Таңертең атам мені әкемнің моласынан тауып алыпты. Зираттың есігін ашпастан бейітке сүйеніп ұйықтап қаппын. Осы оқиғадан кейін мен анамды күтуді доғардым, ал жүрегім сағынуды қоя алмады. Кейін ержетіп шешеме жолыққан кезімде ол маған ай сайын хат жазып тұрғандығын айтты. Бірақ мен ол сөзге сенгем жоқ. Сенгім де келмеді. Себебі мен балалық шағымды ұмытқым келген. Менің ең жақсы көрген ісім жазды күнгі жаңбырдың астында жүру. Одан қалды қыста жапалақтап жауып тұрған қарға сағаттап қарап тұру еді. Осы кезде маған аппақ қар ғарыштан жауып жатқан күміс жұлдыз болып елестейтін. Ал мен ғарышқа жарықтың жылдамдығымен ұшып бара жатамын. Жаңбырда да дәл сондай күй кешушем. Мен көңілді бала болып өскем жоқ. Ішімдегі алапат мұңның тұтқынында жүретінмін. Елдің бәрі мені түсінбейтін. Мен керісінше оларды. Менің ауылдағы лақап атым Қияли. Менің қиялымдағы дүние бөлек дүние. Ол дүниеде бәрі бар. Жердегі іске аспайтын шаруа ол әлемде оп-оңай іске асады.
Ол әлем маған өмір сүруге кедергі келтіретін. Алайда ол әлем менің әлемім. Түстің өзін ел көргендей емес, өзімше көретінмін. Қазір де өзгеріп тұрғаным шамалы. Мен өлең жазатын болдым. Қоңыр дәптердің ішіне. Бір күні мен бір шатпақ шумақ өлеңсымағымды Алматыдағы Ұлан балалар газетіне жібердім. 2 айдан соң ауылға редакциядан хат келді. Қолыма алғанымда анамнан хат алғандай қуанғанымды көрсеңіз. Ашсам, ішінде қып-қысқа мәтін тұр. Айналайын Ақберен, сенің өлеңдеріңде сезім бар екен. Қиялың үлкен адамдардың қиялындай. Алайда техникасы ақсап тұрғандықтан біз сенің жіберген өлеңдеріңді баса алмайтындығымызды хабарлаймыз. Өзіңді өзің қамшылай түс. Болашақта үлкен ақын болуыңа тілектеспіз. Сұлтан Қалиев. Көңілім су сепкендей басылды. Мен өзіме серт бердім. Сұлтан ағама дәлелдеуге емес, қазақ поэзиясын биік деңгейге шығаруға ант іштім. Міне сол кеудені кернеген сезіммен мен 17 жасымда Алматыға баратын автотрассада тұрмын. Әне барша тас жақтан мені Шұбартауға әкелген сары пазик келе жатыр. Мен қазір соған мініп Алматыны бағындыруға аттанам. Соңы. Достар, соңына дейін тыңдап, лайк басып, пікір қалдырып, әдеби арнамыздың дамуына үлес қоса отыруларыңызды сұраймын. Баршаңызға Алла разы болсын. Келесі кездескенше күндеріңіз сәтті өтсін. Сау болыңыздар.